Мысалға бір Хасан аль-Басридің бір сөзін айтайын. Бізде айт мерекесі бар, білесіздер. Айдул Адха дейді, Айдул Фитр дейді. Мынау құрбан айт, және де мынау ораза айт. Екі айт бар. Одан кейін кейбір ғалымдар айт деген мереке деген сөз. Кейбір ғалымдар мереке ретінде жұма күнін де мерекеге қосады. Жұма күні де бұл мұсылмандардың бір мерекесі болып есептеледі. Сонда мұсылмандарда жалпы дін бойынша 3 мерекесі бар деп бекітеді. Бірақ мынау жалпы халық біз біліп жүрген мерекемен кезіндегі ғұлама әулиелердің мереке деп таныған нәрсесі екі бөлек болып шығады. Сонда ғалым Хасан аль-Басри сөз айтады. Қазір екі ауыз сөз айтамын. Жүректеріңізге қандай әсер беретінін байқайсыздар. Бұлай деп айтады ол кісі. Күллә яумин ла юъсиллаха фахуа айт дейді. Әрбір Алла тағалаға күнә жасамай өткізген күнім мен үшін мереке дейді. Міне, ғалымдардың сөздері қандай керемет. Екі ауыз сөзбен не деген әңгімені жеткізіп жіберді бізге. Күннің күнәсіз өтсе дейді, сол күнді өзіңе той ретінде тойлата бер дейді. Мына алдап тақияңды лақтыр жібер дейді жоғары қарай. Сен Алланың алдында бүгін шынымен тойлататын адамсың дейді. Өйткені Аллаға күнә жасамай өткіздің да. Қанша түндеріміз бен күндеріміз Аллаға күнәмен өтіп жатыр.